Кайырлы күн достар, бүгүн Oreo милкасынын рецебин ұсынамын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Бұл милка өте дәмді, барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ең әуелі 3 жұмыртқаны сәл көпіршігенше осылай миксерлеп аламыз. Оның үстіне қамыс қанттын қосамыз. Кез келген қант қоса берсеңіздер болады. Жақсылап қанты ерігенше осылай миксерлеп аламыз. Блендер ыдысына какао ұнтағын, сұйық май және ванильный экстракт немесе ванилин қосамыз. Қоспасаңыздар да болады. Және ыстық су қосып, жақсылап блендермен еземіз. Масса бізде қоюланады. Ұнға қопсытқышты қосып, електен өткізіп, жұмыртқа массасына қосамыз. Оның үстіне суыған жаңаға какао массасын қосып, астыдан үстіге қарай сағат тілімен осылай массаны басып алмай араластырып, пергамент төселген табаға құйып, бетін жақсылап тегістеп, қызып тұрған пеште 170 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Енді заварной креміне кірсеміз, 6% сүттің үстіне жүгері крахмалын, қантты және ұн, жұмыртқаның сарасын қосып, үзбей араластырамыз. Венчиктің ізі қала бастаған кезде отты өшіріп, үстіне ақ шоколад пен сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Ыстық кремді басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен контактте жауып, салқын жерге қойып суытамыз. Құп-құрғақ ыдысқа салқын кілегейді құйып, қою болғанша осылай миксерлейміз. Суыған қайнатпалы кремді кілегейдің үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Oreo печеньесін осылай блендерге үгітіп аламыз да, жаңаға кремге қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бағанағы суыған бисквитті осылай крафт бумаганың размерімен өлшеп кесеміз. «500 граммды крафт бумагаға 100 грамм крем саламыз, бетін тегістейміз. Оның үстіне бисквитті қойып, 150 грамм крем құямыз. Бетін жақсылап тегістеп, мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Мұздатқышқа кішкене қатырып аламыз, әйтпесе біз бетіне ганашты құйған кезде крем мен ганаш араласып кетеді. Бетіне құятын ганашын дайындаймыз. Кілегей мен шоколадты су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Мұздатқыштан шыққан милкалардың үстіне осылай суыған ганашты 90 граммнан құйып шығамыз. Oreo милкаларының бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен осылай Oreo печеньелерін қойып шықтым. Бетіне қалаған жемісіңізді қойып шықсаңыз болады. Бұл милканың дәмі сондай тіл үйреді, өте дәмді. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.
фисташка трайфлын жасаймыз. Бұл трайфлды қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Дәмі де өте ерекше. Алдымен бисквитін дайындаймыз. 2 жұмыртқаға қантты қосып, көлемі 2-3 есе ұлғайғанша, яғни ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне ұн мен қопсытқышты електен өткізіп қосамыз. Содан кейін оның үстіне фисташка ұнын және фисташка пастасын қосамыз. Және оның үстіне осындай жасыл түсті бояғыш қосамыз. Массаны басып алмай, осылай араластырамыз. Қамырды формамызға құйып, 170 градуста 30 минуттай пісіреміз. Әр пеш әртүрлі болғандықтан, өз пешіңізге қарай пісіресіздер. Желатинге суды қосып, 20-30 минутқа қалдырамыз. Сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға қант ұнтағын қосып, миксерлейміз. Ысыған кілегейдің үстіне ақ шоколад пен фисташка пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Масса бұрқылдап қайнай бастаған кезде оған желатинді қосып, желатині ерігенше араластырамыз. Қант ұнтағы мен сүзбелі ірімшіктің үстіне ыстық массамызды біртіндеп құйып, миксерлейміз. Бағанаға піскен бисквитті блендерге салып, крошка жасап аламыз. Біраз қасықтан осылай салып, нығыздап, яғни үстін осылай қасықпен басамыз. Бисквиттің үстіне кремімізді құйып шығамыз осылай. Мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен вафельный крошки және ежі малина мен таңқурай қойып шықтым. Өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Трайфлдың дәмі сондай тіл үйреді. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.